1897 жылы және 1901 жылы қазақты шоқындыру туралы патша қол қойған архирей бекіткен указ бар. 1897 жылы кейінгі патша болған Ханзада осынау Жапониядан Сібірді аралап былай өтеді. Соның құрметіне қазақ шоқындырамыз деп ең бірінші шоқындыратын собор қазіргі стадионның орнында осы Ақмолада салынған. Семейдегі Ақмешіт, Алматыдағы ана собор 28 Панфиловтар паркындағы. Соның қақпасында жазылу тұратын. Кейін 1947 жылы Ярослав Смеляков Мұзафар келе жатып жазуын тауып алған. Кейін музейге берген, жоқ қылып жіберген дейін. Сонда видео «Здесь сартам, собакам и киргизам вход воспрещен». Ол салтанатты түрде шоқынуға арналған. Қазіргі мәңгілік оттың орнындағы ор 1916 жылғы Қолжазық көтерілісінде Бекболат бастаған 16 адамды атып сол жерге сүйегін ашық тастаған жер болады. Жаппай шоқыну керек. Соның алдын ала 97 жылы Прокопий архирей келген. Көкшетауда 3000 Көкшетау қоғамда 3000 кітап таратып Інжілді берген, сол қайтадан олар апарып тастаған. Шаймерден қосшы қылып, Науан Қазірет бар. Шаймерден қосшы қылып Абайға хат жазады. Міне деп жаңағы көшірмені қазақ шоқындыру туралы заңы. Содан кейін ал не істейміз, сен де бір беделді адамсың ғой деп. Абайдың артынан тінту барып, Алтай мырзаға қамаққа алынады. Абайдың мына өмірден төгіліп қазақ біттің қош болсын дейтіні сол жол. Қолхат жаздыртып алған. Шаймерден қосшылып, елді аралап жүріп, біз қарсымыз деп 10 мың қол жиған. Одан кейін 14 мың, артынан 24 мың қоянды да қол жиып, 1905 жылғы қоянды жәрмеңкесіндегі Қызырқатқа алып келген. Оған Жақып Ақбаев, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсын бір жақты улаттар араласқан. 1905 жылы Петербургта Мұхамеджан Тынышбаев автономистер одағына қатысып, сонда қазақтың көрген күні туралы баяндама жасаған. Сонда Думаға кіруіміз керек деп 5 шарт қойған ғой. Біздің бұл азаттық көтерілісіміз осы жәдиттік бағыттың ықпалымен келіп отыр. Сол үшін Шаймерденді Науан Қазіретте жер аударып жіберді. Дені мықты Шаймерден Сібірден босағанып шығып 1905 жыл Думаға мүше болды. Думаны таратып жібергеннен кейін Әлихан Бөкейханов пен Мұхамеджан Тынышбаевтың қаражат беру арқылы Түркияға барып, бүкіл дін мұсылманның рухына кепіл Түркияның патшасына барып жолығып, кепілдік алып, шоқындыру соңында тоқтатылған. Алғашқы 10 мың адам Ақмодаға алынып келген. Бұның бәрінің протоколы жазылып тұр. Сонымен 1897 жылы жаңа қазақты әуелі уақызбен аламыз деп, кейін Николай патша болды ғой. Сол патша задаға ілесіп келген Прокопий Семей қаласына келеді ғой. Семейде 15 мешіт бар. Қазақтың барлық діни зиялы қауымы жиналған жер. Біз діни айтыс өткіземіз. Біздің үлкен архирейіміз келеді. Сендер таңдаған молдаларың шығарыңдар, имамдарыңды, қазіреттер. Айтысады. Егер де сол діни айтыста жеңілетін болсаңдар, онда біз сол жерге жиналған имам молдалардың сақалдарын кесеміз де шоқындыруды бастаймыз дейді. 15 мешіттің имамдары жиналады. Сол 15 мешіттен жиналған, барлық жерден жиналған адам бір кезде өздері арыз жазып қуып жіберген Абайдың ұстазы Камерейден Қазірет есіне түседі, Баянауылды. Соны шақырады. Сонда Камерейден Қазірет айтады: «Иә, мен мұсылман дінін білем. Егер Құранға қатысты мәселе қозғалатын болса, онда мен толықтай жауап беремін. Бірақ ол христианның молдасы.
Ол үшін өзінің Құранын оқыған білетін адам керек. Ал қазақта бір-ақ адам бар, ол Абай осы 4 кітапты да оқыған. Тора, Інжіл, Құран, Таурат. Сол Абайға айтып көрдіңдер дейді. Семейде қазірде бір Ақмешітте үлкен жиналыс болады. Ақирей келеді. Қазақтың бар мешіт имамдарын жаңағы ауласына қойып қойған, поптардың қолдарында балта, пышақ, сақалдарын кесеміз. Ақирейдің жеңбей қоймайтынына сенімді ғой. Басталады деп тұр. Молдалар аулаға кіріп отырады. 2,5 сағатта кейінгі Абайдың айтуы бойынша 17 мәселе жөнінде пікір алысыпты. Соның 17-сін қойылған сұрағына да Абай уәж қайтарыпты. Мен балалау кезім, жастау кезім соның 7-8-ін білуші едім. Сонымен бірінші сұрақ, ой, дүние жүзі христиан дінінде ғой, неге мойындамайсыңдар, дейді. Сонда Абай айтады, дұрыс айтасыз, Мұхаммед адам. 63 жасында қайтыс болған. Барлық адамның бойындағы қасиеттер Мұхаммедте бар. Адам болып жерленді қайтыс болды. Дұрыс айтасыз, Мұхаммед адам. Ал адам Құдай бола ма? Алланың сөзін қалай жеткізеді дейді. Менде сізге бір түсініп алатын сұрағым бар. Сіз Құдай деп кімді айтып отырсыз? Мұсаны ма, Тораның иесі? Майсейді ма, Інжілдің иесі? Евангелияның иесі? Исаны ма, Иисус Христос? Сіз қалай ойлайсыз? Бірақ Құдай бар, ол Иса дейді. Кешіріңіз, ол адам емес пе? Жоқ, ол біздің Құдайымыз, ол Құдай дейді. Сонда Абай сұрақ қояды, кешіріңіз, Исаға дейін дүние бар ма еді, жоқ па еді? Бар. Исаның шешеден туды ма? Иә. Ол кісі тамақ ішті ма? Ішті. Асқазан бар ма? Бар. Тышты ма? Тышты. Демек, адамның барлық қасиеті бар екен ғой. Өлді ма? Өлді. Демек, топыраққа шіреді ме? Шіреді. Қай жері Құдай? Оғынға дейін ондана дүниені кім жаратты? Сондықтан да біз Исаны Құдай деп айтпаймыз. Біздің мойындайтымыз Құрандағы Әл-Бақра сүресінде бір-ақ нәрсе. Жаратушы жалғыз. Кім бір дейді, біз соның бәрін мұсылман дейміз. Біздің дініміз бойынша Мұсада пайғамбар. Алланың жердегі жіберген ақыл, ойын, соның түсініп, ақылымен түсініп, соның бағасқа айналдырған пайғамбар. Ерекше адам, қасиетті. Майсейді ерекше адам. Құранда айтылған кім Исаны пайғамбар деп сыйламаса, менің үмметім емес деген. Біз Исаны пайғамбар дейміз. Біз үшін Иса адам, туған, шешесі бар, 30 жасында қайтқан, жерге көмілген, ет пен сүйектен жаратылған. Ал сіздер о жерден тіріліп келіп Құдай болады дейді. Ай, жер дүниені жаратқан оған дейін Алла тағалам бар емес пе? Оны кім жаратты деп ойлайсыз? Деп бірінші сұрағын жауап берейік. Жа, бұны қояйық. Сендер жылқының етін жейсіңдер. Неге жылқының етін жейсіңдер? Оның ішінде қазақтар сендер неге жейсіңдер? Сендерден басқа мұсылман халқы жемейді. Ал оның үстіне шошқаның етін неге жемейсіңдер?
дейді. Сонда айтады, дұрыс айтасыз. Патриарх ағзам Құран бойынша екі мақлұқат харам жаратылған. Бірі шошқа, доңыз, екіншісі есек. Доңыздың барлық жаратылысы, қаны, ет, сүйек, бітісі, туысы түгелі адамның қаны мен сүйегі мен жаратылысымен бірдей. Жатырда бітуі, туы, ет, сүйек құрамы, адамның етімен бірдей, шошқаның етімен бір айырмашылығы жоқ. Ол адамның етін жегенмен бірдей. Ал адамның етін адам жеуге болмайды дейміз. Екінші, шошқаның харамдығы, харам деп жазылған Құранда, харамдығы. Шошқа өз баласын өзі жеп қояды. Алғаш туған кезде орыстар аңдып отырады. Күшіктеп балалап туған кезде ана кіндігін кесу керек қой, үзілмесе соны шырылдатып отырып жеп қояды шошқаны. Өз баласын өзі жейді. Бұл мұсылмандыққа ар денесі. Үшінші, шындық сөз ғой, шошқаның баласы өзінің енесіне шаба береді. Әкесі қызына, ұлы шешесіне шаба береді. Арам. Рух ұят жоқ. Сондықтан бізді шошқаны арам дейміз. Есек те солай. Сондықтан біз үшін арам мұсылман. Жемейтініміз осы. Ал жылқыны дұрыс айтасыз, қазақтан басқа, қазақ пен башқұрттан басқа мұсылмандар жемейді. Бұл әу баста мұсылмандықты қабылдайтын кезде келісілген мәселелер. Абайдың қазақтың тарихы туралы мақаласында айтады ғой. Пайғамбардың немересі Құтайба 700 қай жылы? Түркістан өлкесіне келеді. Әскер алып келді. Жер көкті қаптап, сақабаларын алып келеді. Не болады? Түркістанмен соғысамыз, түркі мемлекетімен соғысамыз. Түркілер жиылыпты. Бұлар кімдер? Мұсылман деген ел деуші еді. Не ойы бар? Жер керек пе? Байлық керек пе? Не керек өздер? Білейік деп араларынан елші сайлап жіберіпті дейді Абай. Сонда пайғамбардың немересі Құтайба қарсап елшіліме сөйлеседі. Құтайба айтады, біз мұсылман деген елміз. Біздің мақсатымыз сендерді мұсылман адал таза дінге үйрету. Сендер түркілер тәңір дейсіңдер, бірақ ағашқа да, балбалға да, тасқа да, отқа да, суға да табына бересіңдер. Тәңір дейсіңдер. Бір Алла жаратушы біреу. Ол діннің қытағандайлығы бар. Мынандай жолдары болды, мұсылмандықтың жолдарын түгел айтады. Сонда түріктің ғұламалары отырады да ақылдасып келеді ғой. Келгеннен кейін жаңағы қалың ел айтады, қайтадан елшілігін жібереді. Айтады, біз шынында да мұсылман діні таза дін екен. Біз енді ағашқа да, отқа да, суға да, жұлдызға да, айға да бөліп, әрқайсымыз үйдегі босағаға қазыққа қойып, соған да табынамыз.
қолдан пұт жасап, босаға қойып, соны Алла таңыршып кетті дейміз. Бұнымыз сауатсыздық екен, мойындадық. Барлығын мойындадық. Бірақ біздің келіспейтін мынадай пікірлеріміз бар, дейді ғой. Соның біріншісі жылқы еті. Сіздердің құрандарыңызда, мұсылмандықта жылқы еті желінбейді деп. Біз түркі деген халықпыз, көшпеліміз. Көлігіміз жылқы, сусынымыз жылқы, азығымыз жылқы. Жаз ыстық, қыс аязда. Егер жылқының игілігін көрмесек, біз бүкіл түркі халқы болып аштан өліп қаламыз. Егер бұған тиім болмаса, аштан өлгенше соғысып майданда өлеміз. Деген. Мен сұрақтарды кезек-кезегін айтайын. Екінші дейді патриарх қойып, жауабын артынан айтайын, сөз бірыңғай шықсын, қысқартып айту үшін. Екінші сұрағын айтады. Сіздер өлген адамды түнетіп жерлейсіздер. Ал сендерден басқа мұсылмандардың барлығы сол күні көмеді. Сіздер неге түнетесіздер? Бұл мұсылман, өзгелер мұсылман, да сендер мұсылман еместіктерің осы емес па? Үшінші, сендерден басқа мұсылмандардың барлығы өлген үйден ас, кісі өлген үйден ас ішпейді. Ал сендер қалай кісі өлді, солай жылқыларын сойып, қалсын кешіп, дастархандарын жасап, шетінен көңілді айтып, тамағын жеп шыға бересіңдер. Кісі шықпай жатып. Бұл деген нағыз сауатсыздық, сыйламық. Осы да мұсылмандыққа жата бар. Неге? Төртінші. Барлық дүние мұсылмандарының әйелдері бетіне шәлірі ұстайды. Сендердің қыз келіншек әйелдерің беттері ашық жүреді. Олардың әйелдердің қолдары жеңі ұзын, саусағын жауып жүреді. Неге? О жақтағы мұсылмандар жалаң аяқ жүре береді. Арабтар, сендер неге саптаманы киіп аласыңдар? Алтыншы. Барлық мұсылмандар сәлде орайды. Қиық жаға киеді. Сендер неге сәлде орамайсыңдар? Бастарыңа ағырың терісін, қойын терісін киіп алып жүресіңдер. Өзге мұсылмандардың әйелдері еркекпен бірге отырмайды, сендерде не отырады? Деп өзі айтады. Сонда Абай жаңағы айтып келеді, осы мәрсеге тура сіз айтқан мәселелерді 17 мәселе, біз осы 17 нәрсені қабылдай алмаймыз. Қабылдасақ, түркілік тегімізден айырыламыз. Біз кісіні күнбе-күн қоя алмаймыз. Түрік деген елміз, бауырмалмыз. Біз тұңғыш баламызға енші бөліп, жеке жібереміз. Жаз жайлауда бір-бірімізден алысқа кетеміз. 100-150 шақырым ұзақ көшеді. Қыс қыстауда бір-бірімізге қатыса алмаймыз. Оған хабар беріп, ол келгенше, және біздің заңымыз бойынша топырақ салу керек өлгенге. Оған салмасақ біздің туыстығымыз бештейді. Әйелдеріміз пәрәжі кимейді. Өйткені еркектеріміз сырт, тыстың жұмысына жауап береді.
Ал біз көшпеді қалыппыз. Сиыр сау керек. Пәрәнжімен қолыңды жауып болсаң, қалай сиыр сауады? Қалай бие сауады? Қалай отын жағады? Қалай тамақты істейді? Баланы қалай емізеді? Әйел мен еркек бір отырады дейсіз. Біз бөлме үйден салмаймыз, бірақ кигіз үй. Қалай бөлініп отырады? Көшеміз, үй жығады, үй тігеді, атқа мінеді. Ал бұның дінге қатысы жоқ, мәдениеттен шыққан. Міне осындай мәселелермен келіп, біз қазақ өзінің 17 уәжін айтып, мұсылмандықтың имам Шафиқтің жолы, имам Ағзамның жолы дейді. Біз имам Ағзамның жолын, Ханафияның жолын алғанбыз деп попқа жауап береді ғой. Ал енді сендердің діндеріңдегі қазір бөлініс бар ғой дейді ғой. Ол қадымдық және жәдиттік. Сонда бағанағы келген 9 ғасырдағы жаппай қыруға айналған мәселе басталады. Қадымдық пен жәдиттіктің арасындағы айырмашылық біреу. Алла біреу, екеуі де мойындайды. Құран Алланың сөзі. Жәдид те мойындайды, қадым да мойындайды. Пайғамбар оның елшісі, үшеуі де мойындайды. Бұл жерге дейін қадымда да, жәдидтік бағытта да мойындайды. Енді Құран ең шын, ең ақиқат, Алланың сөзі, Мұхаммед оны жерге түсірген. Енді кемеліне келген кезде шыққан Құранның кезінде дүние қандай болып, оған өзгеріс енгізудің қажеті жоқ дейді ғалымдар. Құран кезінде түскен кезде дүние қандай жаратылды, солай болу керек. Ол нәрсеге өзгеріс енгізу, Алланың құпиясына қол салу. Мысалы, мына парта сырланбады ма Құран түскен кезде? Енді оны сырламау керек. Сәлде киіп жүрді ме Құран? Сәлдені киіп жүру керек. Ол үшін астрономия, математика, химия, биология, тағы басқа ғылымның қажеті жоқ. Өйткені Алла өзін бәрі Құдан ашылған кезде кемелдендіріп берген. Кемел бол. Сол бойынша өмір сүруіміз керек дейді. Қазіргі уақабистеріңізді ұстанып жүрміз. 9-6 ғасырдағы шамы. Жәдиттер айтады, Фарабилер, Имам Ғазали, Давани, жаңағы Жомарт, Атымтай Жомарт ақын ғой өзі. Ләйлі Мәжнүнді ақын. Сол философияға махаббатты айналдырғанды ғой. Жәлелиддин Руми, Мәулана. Олардың философиясы басқа. Олар айтады, жоқ, Фарабидің математика. Алла Құранда 1000 пәленбай рет жазылған. Дүниенің сырын ғылым арқылы біліп ашу керек. Кім ғылым арқылы хақ екенін, нақ екенін таныса, сол шын мүминін. Дейді Құранда, дейді Абай. Құранға өзгеріс енгізуге болмайды. Дұрыс айтасыз, араб тілінде оқиық, дұрыс айтасыз. Оны аударуға болмайды дейді. Жәдиттейді аудару керек. Өз тілінде Алланың сырын Құранды аударып оқуына болады. Алғашқы түстікті жазған Әл-Фарабидің біреуі Әл-Фараби. Екінші, Құран арқылы
сақалы сырын тауып, мысалы мына жасалған парта сырланғанда жақсы болып тұра ма, химия ма? Ол Алланың адам білсін деп жасаған құпиясы, ақылды сол үшін берді. Ақылды пайдаланып, ғылым мен дүниенің сырын білу керек. Математика, жұлдыз, жер, атом, тағы басқа. Абай да айтады, орыстың тілін оқы, біл, солар білгенді біліп, үйренгенді үйреніп, дағуасына кіріп, өнерін өзіне қарсы қолдану керек дейді. Тура Абайдың сөзі осылай жазды. Ғазали де, Давани де, одан кейін Софы Аллайыр да түркіден шыққан. Осы жәдиттік біз жаңаша ойлауымыз керек, онсыз болмайды, өзгертуіміз керек. Мына формасы ғылымды игеруіміз керек те. Жоқ, бәрінің басын кесті, жоғарттық. Нәтижесінде не болды? 20 ғасырдың басында жалғыз-ақ мемлекет, Түркиядан басқа мемлекеттің барлық мұсылмандары не болды? Колония болды. Біз мақтанып жүрген бейбарыстың мешітіне мен барып көрдім. Әуелі шошқа қора жасаған, әдейі. Артынан ат қора жасаған. Ағылшындар. Ғылым деген жоқ. Содан барып жәдиттік көзқарас шығып, ол алғашқы өркендеген жәдиттік алғаны осы Шахабуддин Маржани, Джалалиддин Ауани, соңғы қайраткер Мұхаммед Ғабдукум, осылар. Шахабуддин Маржани міндетті түрде мынандай өзгеріс жасауымыз керек деп алғашқы болып көтерді. Дүниеге ғылымның көзімен қарауымыз керек дейді. Маржани, бұл әлемдік мұсылмандық ойлау жүйесін өзгертіп жүрген. Сонда айтады, бір-екеуін айтайын ауаға түсу үшін. Қазақтарда бұрынғы мысалы солтүстік мұсылмандарда ораза ұстау уақытына өзгеріс енгізу керек дейді. Бұрынғы, тіпті қазірдің өзінде сақталып қалған. Қалай істейді? Ақ жіп, көк жіп, қара жіп, үшеуінің айырмашылығы жоқ болып кеткен кезде кешке жақын қараяды ғой. Ауыз ашасың. Ақ жіп, қара жіп, көк жіптің айырмашылығы білінген кезде ауызды жабасың. Күн қай уақытта батады, ауыз ашасың, қай уақытта шығады, ауыз жабасың. Бұл дұрыс емес. Мұсылмандық теңдік жоқ, дұрыс емес. Алланың жаратқан жаратылысына қарсылық білмегендік дейді. Себебі Алланың жаратқан заңы бойынша жер күнді айналады. Айналу осының өзгеруіне байланысты қыстық, күздік, жаздық уақыттар, уақыттық белдесулер болады, күн алмасады. Мысалы, жазды күні күн қай уақытта бітеді? Ақ жіп, көк жіп, 11:30-ға таман. Соған ғой деймін, сен ұстауың керек. Ал Астанада жазғы күн таң нешеде атады? Сағат 3-тің мөлшерінде атады. Солай ма? 3-те бірдеңеде ұмытып қалдым. 3:30 дейік деп тау жарайды. Ал бізден солтүстікті қазандаш 1-2 сағат. 12-ден кетіп бұлдырлайды, 1:30-да күн қайтадан шығады. Петербургтың әгі ақ түн дейтін сол. Осы бейтіп, күн енді қарауытып барып қайтадан ағарып кетеді. Петербургта да мұсылман тұрады ғой. Солай ғой. Сонда дейді, олар қай уақытта ауыз ашады. Солтүстік белдеулерде бір рет күн батып, қыстығын 3 ай қараңғы болып тұрып алады.
Сонда аузын бір ашып қойса, ашып қойды ғой. 3 айды күн шыққанша, ол 3 ай ораза ұстамау керек. 3 айдың оразасы 3 жыл өтіп кетеді. Бұл қалай болады? Жаратқан ем күнді бір жаратқан. Сондықтан да бұл дұрыс. Немесе жаңағы күн батпайтын жерлер бар. Онда олар аузын ашып қойса жаба алмайды, жауып қойса аша алмайды. Аша алмаса ашты береді. Мұсылман Алланың дүниеге тең жаратқан діні болғандықтан онда келесімді уақыт болу керек. Біз Қағбаны мойындаймыз. Қағба экваторда. Қағбада қай уақытта таң атады? Сол Қағбаның ататын уақытында солтүстіктерде сағат белгісі. Сағат бару дейді, ұстайық. Қағбада таң атқан кезде біз ауыз бекітейік. Қағбада кеш болған кезде біз ауызды ашайық. Күн жарық болып тұра берсін. 3 ай жарқырай берсін. Қағбаның уақытымен істейік. Сонда мұсылманға тең Алланың сырын біз білеміз дейді. Ой, жаңа бүйіндегі жын, шайтан деп дүниесінің барлығы. Бүкіл болды осы өзбектер 28 жылға дейді. Қазір де Ауғанстанда соғысып жатқан соғыста осы мәселе. Осы мәселе. Осындай өзгеріс әкелген адам. Маржанидің медресесінен алғашқы шәкірі Камалетдин. Абайды 10 жасында Семейдегі мешітке береді. Солай ма? 9 жасында ашқан кезде. Сонда өзіпте жазады. Әуелді Құнанбай мешіттерін аралап жүріп, Абайды Абдолла имамның мешітіне берді дейді. Ол өзі үлкен адам екен. Өмірбаяны Халидидің тарихи жаридасында бар. Абдулла имамға беріледі. 3 айдан кейін оқуының бәрін қарап жүріп, Абдулланың медресесінен алып, жаңадан келген жас молда Камалетдиннің медресесіне беріп, мына молданың оқуы дұрыс, тура, терең, нағыз шариғи екен деді. Сонда Дәнішпен Құнанбай, ана қадымдағы Абдулланың емес, алып жаңағыдей ғылымның иесін насихаттап Камалетдинге мектебіне беріп отыр ғой. Ал Камалетдин жаңағыдей идеяларын бірден Абайға оқытып отыр ғой, 10 жасында. 3,5 жыл оқығанда университеттің білімін алып шығып қойма. Абайдың әгі молданы сынады дейтініміз, ол жаңағы қадыммен күрес. Мұнда ми жоқ, құлақ бар дейтіні, құлақпен ұққан, мимен ойламаған. Абай сол жәдитті көзқараспен ғылымның түбіне жетіп тұр. Абай бір күннің ақын емес. Абай ескірсе, қазақта ескіреді. Өледі. Өйткені осы уақытқа дейін кіргенде әр нәрсені пайғамбар сияқты статьясына заманына сестіріп отырғанда ойына кіріктіріп айтатындай Дәнішпен қазақта туған жоқ. Мүмкін тумасты. Сондықтан әр сөздің, Абайның астағы сөзін оқып алу керек. Қыз үшін, қызық үшін қыздырмалатып жазбаймын өлеңімді дейді ғой Абай. Мен жазбаймын өлеңімді бермек үшін. Қызық үшін, қыздырма үшін жазбаймын. Бұл сөзімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла дейді. Мен өзім жазып берген жаңа бір ауыз, бір қара сөз ғой. Оқы деген оқыңдар шарға дейсіздер.